Қайырлы күн, құрметті оқушылар және мұғалімдер. Бүгін сіздерге фортуна әдісін қалай қолдану керектігін үйрететін боламыз, яғни көрсететін боламыз. Мұнда сандар берілген. Яғни сіз осында өзіңіздің қағазыңызда не болмаса өзіңіз белгіленген сұрақтар бойынша бірінші сұраққа кім жауап береді деп тұрғызсаңыз болады. Не болмаса осы сандардың орнына оқушылардың аты жөнін жазып қойсаңыз болады. Сізге қалай ыңғайлы, солай қолдансаңыз болады. Яғни осы өзгерту арқылы. Изменить деп басып, міне осыларды өшіріп, оқушылардың атын жөнін жазуға болады. Міне осы батырманы басу арқылы біз фортунаны айналдырамыз. Яғни стоп басып қаламыз. Өзі тоқ, міне 3, яғни үшінші сұраққа жауап береді. Кім үшінші сұраққа жауап береді дейміз, не болмаса бір оқушы қол көтеріп отырады ғой, сол оқушыдан үшінші сұраққа жауап беруді сұраймыз. Міне осылай. Яғни фортуна әдісін қолдану өте ыңғайлы. Міне 10-шы түсті. Яғни кез келген сұрақтарды осылай қызықты әдіспен қоюымызға болады екен. Бар болғаны Google-ға, яғни колесо фортуна деп жазасыздар, және осылай шығады. Қолдану өте жеңіл. Және уақытқа қойып қоюымызға болады. Не болмаса секунд номерге қойып қоюымызға болады. Ол сұраққа жауап беру уақытын, яғни не болмаса белгілі бір уақытты белгілеп, не будильникке қойып болады. Жалпы осы фортуна әдісін қолдану өте жеңіл. Сіздерге пайдаларыңызға жарайды деп үміттенемін.